қазақстандық танымал актер Сәбит Әбдіқалықов ұлының өзі жайлы түсірген фильмінде жан сырын ақтарып, әртүрлі некеде туған барлық 6 перзентінен кешірім сұрады. Ол ұл-қыздарының қасында тұрып өмір сүре алмай жүргеніне өкінетінін айтты. Сәбит Әбдіқалықов тұңғышының түсірген жаңа туындысында бой көрсетіп, аса әсерлі сұхбат берді. Ол «Әке жолы» фильмінде бұл өмірдегі басты өкініші туралы шындықты айтып, ұл-қыздарының алдында кешірім сұрады. Белгілі әзілкеш 6 перзентінің алдында не үшін айыпты екенін түсіндіріп өтті. «Қателік жасадым. Болмаса дұрыс әке бола алмай жүрсем, дұрыс әке бола алмасам, қазірде дұрыс әке бола алмай жүрсем, әкелік парызымды дұрыс орындай алмай жүрсем, мен перзенттерімнің алдында кешірім сұраймын. Мен барлық балаларымды жақсы көремін. Әр балам өмірге келгенде мен қатты қуандым. Бәріне бірдей қуандым. Бәрін бірдей жақсы көремін. Сендердің қастарыңда өмір сүре алмай жатқаным үшін барлығынан кешірім сұраймын. Бірақ мен сендермен біргемін. Алла тағала қанша ғұмыр беретінін білмеймін. Бірақ бар ғұмырымды осы балаларымның жолын ашуға, солардың жағдайын жасауға, олардың бақытты өмір сүру үшін бар күшімді саламын. Өнер иесі балаларының жанында өмір сүре алмай жүргеніне аса қатты өкінетінін жасырмады. Оған қоса, ол өзінің ажырасуына қатысты пікір білдірді. Жандарыңда өмір сүрмесем де, елге ажырасқаным үшін қанша өсек болсам да, Алла тағала маған сендей ұл берді, 4 қыз берді. Ал әке-шешенің арасында болған мәселе, ол біздің өзіміздің тағдырымыз, өміріміз, қателігіміз. Ал тағдырдың берген 6 перзентіне мен мыңда бір шүкір деймін. Осы 6 перзент үшін өмір сүремін. О менің әкелік парызым мен міндетім. Осы 6 балама әкелік тіреу болу, әкелік жол көрсету, әкелік жағдай жасау, әкелік бақыт сыйлау менің міндетім болып табылады. Мен сол үшін өмір сүремін. Сол үшін жұмыс істеймін, деді актер.